Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен татар халқының ұлттық тағамы чак-чакты дайындайтын боламыз. Және де бұл татар халқының өздерінің арнайы дайындайтын рецептісімен дайындалған чак-чак. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарауды, лайк басып комментарий жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұз және сода қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі массаға келгеннен кейін үстіне бөлшектерге бөліп ұнымызды қосамыз. Ұнды бөліктерге бөліп отырып қосамыз, себебі қаншалықты ұн қажет екенін біліп отыратын боласыздар. Осылай қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Жақсылап басып илейміз. Кейін қамырды демалуға қалдырамыз, бетін жауып. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, нан жаятын боламыз. Аздаған мөлшерде ұн сеуіп, өте жұқа етіп, нанымызды жайып аламыз. Көп ұн салмауға тырысыңыздар, себебі қамырымыз қатты болып кетуі мүмкін. Осылай видеодағыдай жұп-жұқа етіп илеп аламыз. Кейін кеспеге кескендей кесіп алатын боламыз. Ең бірінші осылай ұн сеуіп аламыз, себебі жабысып қалмау керек. Үстіңгі жағына да, астыңғы жағына да ұнды жағып аламыз да, осылай кесіп аламыз. Ең алдымен ұзынынан кесеміз де, кейін соломка ретінде турайтын боламыз. Барынша жұқа етіп турауға тырысыңыздар. Сол кезде чак-чак қытырлақ әрі дәмдірек болып шығады. Осылай кескен кеспелерімізді кептіріп алып, қызып тұрған майда қуыратын боламыз. Құрамында сода болғандықтан осылай майға салғанда көпіріп кетеді. Әбден қызартып, осылай пісіріп аламыз. Майын сорғытып, міне осындай қып-қызыл болып пісіп шығады. Бұл чак-чактың ерекшелігі, кунжут қосатын боламыз. Сол кезде чак-чак одан сайын қытырлақ болады. Аздаған мөлшерде кунжутты қызартып қуырып аламыз. Осылай қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Чак-чактың үстіне саламыз. Яғни чак-чактың қамырына енді сиропын дайындайтын боламыз. Кастрюльге қантымызды салып, үстіне суымызды қосамыз және мёдты салып араластырамыз. Алдымен қатты отта қайнағанша араластырып тұрамыз. Кейін қайнағаннан кейін астын басып тағы да қайнататын боламыз. Ең бастысы қантымызды ертуіміз керек. Осылай араластырып тұру керек міндетті түрде, әйтпесе қантыңыз жабысып қалады. Ыссы күйінде осылай чак-чактың қамырын үстіне құйып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Сиропты құйғаннан кейін чак-чагымызды тездетіп араластыру қажет, себебі ыссы күйінде барлығы жақсылап жабысуы үшін, және қазір формаға келтіргенде формаға тез келеді. Осылай форманы алдын ала дайындап, тез алынуы үшін астына пергамент қағазын төсеп, осылай чак-чагымызды салып, қазір қатыратын боламыз. Сіз өзіңіз қалаған формада немесе салафанға салып қатыруыңызға болады. Қолыңызға осылай салафан киіп, немесе қолыңызды сулап, үстінен қатылап, тығыздап, басып, формаға келтіретін боламыз. Міне осылай формаға келтірдік. Енді бетін пищевой пленкамен жабатын боламыз. Және де холодильникте немесе морозильникте қатырып алсаңыз болады. Қатқаннан кейін чак-чагым осындай болып шықты. Дәмі ерекше, кәдімгі ауыздың дәмін алады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және комментарийда бөлісуге ұмытпаңыздар.
міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Видеоға лайк басып комментарий жазыңыз. Ас болсын.